Сәлеметсіздер ме құрметті 10-шы сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша 90-дық жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар оқушылар. Бізде бұл жалпы 4-ші 90-ның ТЖБ тапсырмалары. Жалпы біз осы ТЖБ тапсырмалары арқылы осы оқу жылын қорытындылайтын боламыз және де өзіміздің бағамызды толықтай осы тжб арқылы алатын боламыз. Оқушылар, бізде бөлім қазіргі әлемдегі саясат және жаһандық мәселелер пунктуация бөлімі бойынша да жалпы 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары. Бізде тыңдалым мен айтылым және де оқылым және де жазылым тапсырмалары жалпы. Олай болса, оқушылар, тапсырмамызды орындайық. Бізде тапсырма: мәтінді мұқият тыңда, мәтіндегі астарлы ойды анықта, ондағы ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстырып айт. Өз көзқарасыңызды өз көзқарасыңды жан-жақты тұжырымдап, мысалдар арқылы дамытып пікіріңді дәлелде. Екінші, өз жұбыңды мұқият тыңда, оның мәтіні бойынша маңызды деп санайтын екі сұрақ қой деп бізге берілген екен. Оқушылар, сіздер осы екі мәтінді оқу арқылы манағы тапсырмаларды орындау керексіздер. Төменде де екінші тапсырмалары бар: сөз мәдениеті және шешендік өнер бөлімі. Осы екеуінің біреуін таңдайсыздар. Жалпы осылардың осы екі тапсырмалардың бірін таңдап сіздер орындайсыздар оқушылар. Бізде енді жаһандану жайында жалпы мәтін берілген екен. Олай болса, оқушылар, тапсырмамызды орындайық. Бізде жалпы бірінші тапсырма деп осы жоғарыда белгілеп кеткен болатын. Бұл бірінші тапсырма, ал бұл екінші тапсырма оқушылар. Бірінші тапсырма: мәтіндегі астарлы ой, жаһандану заманауи рухани отаршылдық түрі ретінде ұлттық болмыс пен мемлекеттілікті әлсірету мүмкін, ал оған қарсы тұрудың бірден бір жолы мемлекетшілдік сана мен ұлттық бірегейлікті күшейту. Мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселемен байланыстыру. Бүгінде жаһандану бүкіл әлемде орын алып жатқан үрдіс, алайда оның көлеңкелі жағы мәдени әркелкілік пен ұлттық құндылықтардың жойылу қаупі. Әлемнің көптеген елдері, әсіресе шағын этностар мен тілдер, жаһандану ықпалынан жойылып кету алдында тұр. Қазақстан сияқты көп ұлтты әрі тарихи отаршылдық көрген мемлекеттер үшін бұл мәселе өте өзекті. Өз көзқарасым, менің ойымша, жаһандану бір жағынан мүмкіндіктер алаңы болса, екінші жағынан ұлттық болмыстың сыналатын кезеңі. Ұлттық бірегейлікті сақтап қалу үшін біз рухани тәуелсіз болуымыз керек. Мәтін авторы айтқандай, елшілдік, мемлекетшілдік сана басты құрал. Мысал мен дәлел келтіретін болсам, мысалы, Жапония мен Оңтүстік Корея жаһанданудан шет қалмай технология мен экономиканы дамытты, бірақ тілін, дәстүрін, ұлттық құндылықтарын жоғалтқан жоқ. Керісінше, әлемге өз мәдениетін таныта білді. Қазақстан дәл осындай жолмен жүруі тиіс. Бір жағына заманауи әлемге бейімделіп, екінші жағынан тарихын, тілін, дәстүрін ұмытпау керек. Екінші тапсырма: сеніңше жаһандану үдерісі жастардың ұлттық болмысқа көзқарасына қалай әсер етеді? Мемлекетшілдік сана қалыптастыруда қандай нақты қадамдар тиімді деп ойлайсың, деп жұптарыңыз екеулеріңіз жалпы осыны сұрақ қылып алып өздеріңіз жауап берсеңіздер болады. Осымен осы тапсырмадан 10 балды тоқтай аласыздар. Сөз мәдениеті және шешендік өнер бөлімі деп бізге берілген. Бұнда манағыдай оқып шығасыздар: мәтінді мұқият тыңда, мәтіндегі астарлы ойды анықта, ондағы ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстырып айт. Өз көзқарасыңды жан-жақты тұжырымдап, мысалдар арқылы дамытып пікіріңді дәлелде. Екінші тапсырма: өз жұбыңды мұқият тыңда, оның мәтіні бойынша маңызды деп санайтын екі сұрақ қой деген. Міне оқушылар, дәл осылай манағыдай
орындап шығасыздар. Сол бойынша сіздер бағаланасыздар оқушылар. Мәтіндегі астарлы ой сөз өнерін меңгеру жеке тұлғаның табысқа жетуінің қоғамда беделге ие болуының маңызды жолы. Бұл тек бір саланың емес, бүкіл өмірдің ажырамас бөлігі. Мәтіндегі ғаламдық мәселемен байланыстыру қазіргі заман ақпараттық ғасыр. Жаһандық деңгейде ақпарат ағыны мен коммуникациялық шешуші рөл атқарады. Адамның ойы мен идеясын жеткізе білуі, аудиторияны баурап алуы кез келген салада жетістікке жетудің кепілі. Демек, сөйлеу аудиторияны баурап алуы кез келген салада жетістікке жетудің кепілі. Демек, кешіріңіздер, демек сөйлеу мәдениеті мен шешендік өнер жаһандану жағдайында әр азамат үшін маңызды дағды. Әлеуметтік желі, бұқаралық ақпарат құралдары, халықаралық пікірталас алаңдары барлығы сөзбен жұмыс істейді. Сондықтан өз өнерін меңгерген адам бәсекеге қабілетті бола алмайды. Өз көзқарасым, менің ойымша бүгінгі күні шешен сөйлеу тек сахна немесе трибуна үшін емес, кез келген күнделікті ортада маңызды. Адам қарым-қатынас орната білмесе, білімнің тереңдігі де көмектеспейді. Бұл әсіресе жастар үшін маңызды. Ойыңды нақты, сауатты әрі сенімді жеткізе білу көшбасшылыққа бастар жол. Мысалмен дәлелдеп бізге берілген. Мысалы, Стив Джобс технология саласының өкілі болса да, әлемге әсер еткен шабытты сөздерімен есте қалды. TED конференциясындағы танымал спикерлерде өз білімін емес, оны қалай жеткізгенін естен кетпестей етіп ұсына біледі. Черчиллдің кеңестері осыны дәлелдейді. Тыңдарманды сендіру үшін өзің де сен, эмоциямен сөйле, қимылды дұрыс қолдан. Міне оқушылар, дәл осылай орындайсыздар. Келесі екінші тапсырма, манағыдай жұбыңызға сұрақ қоясыздар. Сөз өнерін меңгеру адам өмірінің қандай салаларында ең маңызды деп ойлайсың? Черчиллдің кеңестері қазіргі жастар үшін қаншалықты өзекті деп есептейсің? Міне осылай екі сұрақ қоясыздар. Осымен де сіздер 10 балды аласыздар. Міне осы мәтінді оқу арқылы сіздер тыңдалым мен айтылым тапсырмасын орындайсыздар. Келесі бізде оқылым тапсырмасы, мәтінді мұқият оқы деп бізге берілген. Бұнда да бізге 10 балл беріледі екен. Жаһандану жайлы өзекті, әлемде өріс алып бара жатқан жаһанданудан қашып құтыла алмаймыз. Жаһандану елдер экономикасы, саясаты мен мәдениетінің бірігуін күшейтеді. Пайдасы да көп, зияны да жетерлік. Көп пайда әкелетін саласы экономика мен индустриялық даму, яғни халықаралық бәсекелестікке жол ашады. Жаһандану барысында басқаларға жұтылып кетпей, салт дәстүрді дамытып, ұлттық мүддені сақтау үшін күресу керек. Біз әлемнің бір бөлшегіміз. Алпауыт әлемге жұтылып кетпей, аз ғана халықты, ұлттық құндылықтарды қалай сақтап қаламыз? Президент Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат мақаласында аталған мәселеге ерекше тоқталды. Ескі дәстүрдің озығын алып, тозығын арылу, өзгелерден қалып қоймай дамудың даңғыл жолына түсуге тиіспіз. Қазіргі интернет заманда бәрі араласып кетті. Уақыт көзі ілеспес жылдамдықпен өтуде. Сондықтан заманауи ұлттық сананы күшейту керек. Бұл өзі көзге көрінбейтін күрес, мылтықсыз майдан. Ана тілімізді дамыту парыз. Жаһандануға білім, ғылыммен ғана қарсы тұра аламыз. Бүкіл әлемде қамтыған, одан біз қалыс қала алмаймыз. Бірақ өз даму жолымызбен жүруге тиіспіз. Мемлекеттік тіл Қазақстанда тұратын баршаға ортақ болу қажет. Өткен 30 жылда қазақ тілін дамытуда біраз кемшіл тұстар болды. Өзгелерге қарайлап сақтық жасалған болдық. Жаһандануға келсек, Жапония, Түркия секілді елдердің өз бағыты, өзіндік жолы бар. Айталық, туыстас Түркияда түрік тілінде сөйлемесең, сені құрметтемей қоймайды. Қазір Қазақстанда көптеген диаспора өкілдері, біз осы елде тұрамыз, қазақ халқы бізге құрметпен қарайды, сондықтан мемлекеттік тілде сөйлейміз деп түсіністікпен қарайтындар қатары көбейіп келеді. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев
қазақстан азаматы болу үшін болашақта мемлекеттік тілді білу керек деген сөзді айтты. Мемлекеттік тілді білу керек деген сөз айтты. 218 сөз деп бізге берілген екен, сілтемесінде көрсетіп кеткен. Енді оқылым тапсырмасының бірінші тапсырмасы мәтіннің оқырманға жеткізбек болған ойы не? Ойыңды екі сөйлеммен жаз деп бізге берілген. Жаһандану дәуірінде ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, заман талабына сай даму маңызды. Қазақ тілі мен мәдениетін сақтау әр азаматтың парызы, әрі ел болашағы үшін қажет. Екінші тапсырма. Берілген кестені толтыр. Мәтіннен үзінді оқы. Әлемде өріс алып бара жатқан жаһанданудан қашып құтылмаймыз. Үзінді жайлы пікіріңді жаз. Жаһандану бүкіл әлемді қамтыған үдеріс. Одан тыс қалу мүмкін емес, бірақ оған бейімделіп өзімізді жоғалтпауымыз керек. Үзіндіге сәйкес мақал мәтел жаз деген. Заманның түлкі болса тазы болып шал. Ескі дәстүрдің озығын алып, тозығынан арылу, өзгелерден қалып қоймай дамудың даңғыл жолына түсуге тиіспіз. Үзінді жайлы пікіріңді жаз деген. Дәстүрді сақтай отырып, заманға сай болу ұлттық сананы жаңғыртудың дұрыс жолы. Үзіндіге сәйкес мақал мәтел жаз деген. Жаңа заман, жаңа заң, немесе көне істің көзін біл, жаңа істің ізін біл деп жазасыздар оқушылар. Үшінші тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сілтеме жасай отырып, 4 сөйлем құрап жаз деген. Бәсекелестікке жол, индустриялық даму, білім мен ғылым парыз. Бірінші сөйлем. Жаһандану үдерісі халықаралық бәсекелестікке жол ашады. Сондықтан еліміз өз орнын табу тиіс. Жаһандану елдері экономикасы, саясаты мен мәдениетінің бірігуін күшейтеді. Мәтіннен. Екінші сөйлемге келетін болсақ, бұл үрдіс әсіресе индустриялық даму саласында пайдасын тигізіп отыр. Көп пайда келетін саласы экономика мен индустриялық даму. Үшінші сөйлем. Мәтінде айтылғандай, білім мен ғылым арқылы ғана біз жаһандануға қарсы тұра аламыз. Жаһандануға білім, ғылыммен ғана қарсы тұра аламыз. Келесі бізде төртінші сөйлем. Ана тілімізді дамыту әрбір қазақстандықтың парызы екенін айқын. Ана тілімізді дамыту парыз деп жазасыздар. Келесі бізде жазылым тапсырмасы. 2 бөлім бойынша берілген тақырыптардың бірін таңдап, 180-200 сөз көлемінде жазба жұмысын орында. Қазіргі әлемде саясат және жаһандану мәселелер. Мектебінде өткен оқу жылының түлектерімен кездесу өттік делік. Кездесуге келген жастардың көбі қазақстандық жоғары оқу орнында емес, шетелдік оқу орындарында оқиды екен. Осыған байланысты жастардың өз болашақтарын шетелмен байланыстыру жаһанданудың бір себебі емес пе деген тақырыпқа газетке мақала жаз деген. Ал екіншісінде бізде сөз мәдениеті және шешендік өнер. Инстаграм парақшасынан танымал блогердің қазіргі жастар, соның ішінде қазақ жастары сленгпен сөйлеуді сәнге айналдырып, оны зор мақтаныш көретіні де рас. Қазақ тілінің қадір қасиетін түсінбейтін байқалады деген пікірін оқыдың. Осы пікірге өз көзқарасыңды білдіру үшін блогерге хат жаз деп бізге берілген. Оқушылар, сленг деп отырғанымыз ол қазіргі таңда жастардың қолданатын сөздері, яғни краш деген сөзді, мысалы әдемі деген секілді, бұл сленгпен сөйлеу дегенді білдіреді. Яғни қазіргі жастардың айтып жүрген сөздері, жалпы бейресми сөздер деп айтсақ болады. Бірінші тақырып. Жастардың өз болашақтарын шетелмен байланыстыру жаһандану бір себебі емес пе? Қазіргі таңда жастардың өз болашақтарын шетелмен байланыстыруы күн тәртібімен түспейтін өткір тақырыптардың бірі. Жоғары оқу орындарын таңдауға көптеген жас қазақстандықтар отандық емес шетелдік университеттерге басымдылық береді. Бұл құбылыстың негізгі себептерінің бірі жаһандану үдерісінің жастардың өмірлік таңдауларына тікелей әсер етуі. Жаһандану мемлекеттердің шекараларын, ақпарат мәдениетін, тіл мәдениет, білім мен технология саласында жуып шаюшы күш. Жастардың шетелге ұмтылуының артында тек саласы білім емес,
сонымен қатар дамыған инфрақұрылым, озық ғылыми орта, бәсекеге қабілетсіздік, жол жеткізу ниеті жатыр. Бұл құбылыс бір жағынан оң көрінуі мүмкін. Жастар жаңа идеялар мен біліммен қаруланып қаруланып оралады, ел дамуына үлес қосады. Бірақ екінші жағынан мықты кадрлардың елден кетуі, ақыл ойдың шетелге ағылуы мәселесін тудырады. Бүгінгі таңда жастардың жаһандану ықпалымен өзге елдерге бет бұруы заманның заңдылығы. Бірақ бұл үрдіс ұлттық мүддені ескермеуі тиіс. Жастардың бойында елге деген жауапкершілік пен мемлекетшілдік сана қалыптасу қажет. Шетелде алған білімді Қазақстанның игілігіне жарату әрбір білімді жастың парызы деп жазасыздар. Қорытындылай келе, жастардың шетелге ұмтылуы жаһанданудың тікелей салдары екені сөзсіз. Алайда басты мақсат алған білім мен тәжірибені ел болашағына бағыттай білу. Жаһандану дәуірінде ұлттың бәсекеге қабілеттілігі оның білімді отан сүйгіш жастарына байланысты. Екінші тақырып, блогерге қатысты хат жазасыздар. Құрметті блогердің аты жөні жазасыздар. Мен YouTube деп ала салған болатын, өздеріңіз енді Instagram деп жазасыздар. Сіздің YouTube арнаңызда қазіргі жастар, соның ішінде қазақ жастары сленгпен сөйлеуді сәнге айналдырып, оны зор мақтаныш көрсетеді. Көретіні де рас. Қазақ тілінің қадір қасиетін түсінбейтін байқалады деген пікіріңізді көрдім. Бұл мәселе өте маңызды, бірақ менің көзқарасым басқаша. Жастар арасында сленгтің қолдануы олардың қазақ тілін құрметтейтіні дегенді білдірмейді. Керісінше, көп жас қазақ тілін дамытуға ұмтылып жүр. Әлеуметтік желілер мен YouTube секілді платформаларда қазақ тілінде сапалы контент көптеп жасалып жатыр. Сондықтан жастарды тек қазақ тілін құрметтемейді деп айыптау әділетсіз болар еді. Оқушылар, мен мына жерге Instagram деп жаза қояйын. Енді көпшілігіңіз қазір түсінбей жүресіздер неге YouTube деп. Мен жай ғана ала салған болатынмын. Instagram деп жаза салайын. Бұл енді сұрақты сұралып отырған болғандықтан Instagram деп жаза салайын. Енді мен жай әшейін ғана өзгерткен болатынмын. Құрметтемейді деп айыптау әділетсіз болар еді. Менің ойымша, заманауи тәсілдермен, мысалы YouTube арқылы әдеби тілге қызығушылық арттырып, жастардың тілге деген құрметін күшейту керек. Құрметпен өздеріңіздің аты жөндеріңізді және де мектеп қалаңызды жазып кетесіздер, оқушылар. Осымен оқушылар, біз тоқтай тапсырмамыздың барлығын түгел дерлік орындаған болатынбыз. Осы тжб тапсырмаларын барлығын орындадық. Оқушылар, енді осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Құрметті оқушылар, сіздерді оқу жылының сәтті аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Жазғы демалысқа жақсы көңіл күймен аттанып, келесі жаңа оқу жылында қайта жүздесеміз деген үміттемін. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.